Көзүңүз кышый бастаса, бул жай аллергия эмес. Басталатын аурудун белгиси болуу мүмкүн. Көп адам көздүн кышуун жеңил желпи аллергия немесе шаң тозаңнан деп ойлайт. Бирок шын мәнинде бул денедеги маңыздуу өзгеристердин немесе аурудун алгачкы сигналы болуу мүмкүн. Мүмкүн болатын себептер: көздүн кургабы, синдром сухого глаза. Көз жасы жеткиликсиз бөлүнгенде көз кышыйды, ашыйды. Узак экранга карауда себеп болуу мүмкүн. Конъюнктивит, инфекция. Вирустук немесе бактериялык болуу мүмкүн. Кышуумен катар кызаруу, ириң бөлүнүү байкалады. Майда кенелер, демодикоз. Кирпикте өмүр сүрөтүн кене көздүн кышууна себеп. Көбүнө кечке кышыйеді. Макияжды дұрыс тазаламау әсер етеді. Бауыр немесе ішек ауруларының белгісі. Организм токсиндерді дұрыс шығармай, тері мен көз арқылы белгі береді. Көздің кышуы ішкі мүшелердің шаршау белгісі болуы мүмкін. Аллергиялық реакция емес, жүйке жүйесінің сигналдары. Ұйқысыздық, стресс, қан айналымының бұзылуы көз жүйесіне әсер етеді. Бұл көздің тітіркенуіне алып келеді. Қандай талдау тапсыру керек? Жалпы қан талдауы, аллергопанель, аллергияны анықтау, демодекске кірпік анализі, бауыр ферменттері, қант мөлшері. Не істеу керек? Уақыт оздырмай дәрігерге көрініңіз. Көзге арналған арнайы тамшылар қолданыңыз, дәрігер кеңесімен. Ұйқыны реттеңіз, экранға ұзақ қарамаңыз. Тамақтану мен ішкі ағзалар денсаулығына мән беріңіз.